Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін үлкен бөлімді бастамақшымыз су тіршілік көзі. Оның ішінде тақырып Қазақстан көлдері белгісіздік есімдігі. Біз оқудың мақсатымен таныс болайық. Ең бірінші мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтап аламыз. Сонымен қатар сөйлемдегі есімдіктің қызметін, түрін түсіну және алдарыңызда тұрған бағалау критерийі, дескриптор арқылы алдағы уақытта есімдік дегенімізде оның түрлері бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен ол үшін есімдік дегенімізде соны бірге түсініп алсақ. Есімдік жалпы балалар зат есім, сан есім, сын есімнің орнына қызмет ететін орынбасар сөз табы. Соның ішінде бүгінгі бірінші өтетініміз болымсыздық есімдігі. Болымсыздық есімдігі жалпы іс-әрекеттің іске аспайтын, болмайтын білдіреді. Сондықтан ол мағыналық түрі болымсыздық есімдігі деп аталатын себебі, ол сөздің көбі еш сөзінен басталады. Мәселен, ешкім, ештеңе, ешқайсысы, ешқашан деген секілді. Сонымен қатар балалар, еске сақтайтын бір дүние, бұл жерде дәнеме деген екі сөз қосымша кіреді. Яғни бұлай қарап отырсаңыздар, еске сақтауға өте оңай, өйткені іс-әрекеттің іске аспауын білдіретін мағыналық есімдіктің түрі. Сондықтан қазір осы бойынша балалар кітаптан тапсырмалар жасаймыз. Ең бірінші мәтіннен. Бірінші тапсырма балалар қазір орындайтын. Мәтіннің есімдіктерді тауып, теріп жазамыз. Яғни мағыналық түрлеріне қарай ажыратып жазып шығуымыз керек. Сондықтан қазір барлығымыз кітапты ашамыз, осы тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма. Мінекей балалар, бірінші тексеріп алайық тапсырмамызды. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, белгісіздік есімдігі. Яғни бұлардың барлығы балалар алдыңғы сабақта біз өткен есімдік. Сондықтан бұны сіздер білулеріңіз керек. Тексеріп алсақ, келесі тапсырмаға дейік. Қазбалар, жұп-жұмызбен диалогтық жұмыс жасаймыз. Оның ішінде алдарыңызда үлестірмелі қағаз берілді. Сол қағаздың ішінде қарап отырсаңыздар сөздер түсіп қалған. Керекті бүгінгі өткен тақырып бойынша болымсыздық есімдіктерін көп нүктенің орнына қойып шығамыз. Сондықтан содан кейін бір-біріміздің жұмысымызды жұптық жұмыс ретінде тексеріп шығамыз. Мінекей бірінші үлгіні көрсетсем, мына киімдердің қайсысын аласыз? Кешіріңіз. Мысалға, көп нүктенің орнына керек сөз, кешіріңіз, еш қайсысын алмаймын. Түсінікті ғой, балалар? Сондықтан ары қарай осы жұмысты жасай береміз. Тексеріп шығамыз. Келесіде, балалар, бұл сәйкестендіру жұмысы. Сәйкестендіру жұмысында алдарыңызда бірнеше нақыл сөздер, мақал-мәтелдер берілген. Мақал-мәтелдердің қайсысы сәйкес келеді, соны сәйкестендіріп шығуымыз керек. Кәне кім тақтаға шығып орындайды?